Бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді жамағатқа. Ақыры қаза өтейін қандай лайфхактар бар десе, тағы да айтқым келетіні. Күн шығып атқан, күн қақтөбеде тұрған, және күн батып атқан кезден басқа кез келген уақытта қаза оқи берсе болады да адам негізі. Мысалы мен мешіттерде көремін. Мысалы сағат айтайық, сағат 6-та таң намазы кіреді. 6-та азан айтылды. Сөйтіп ол 6-тан 5 кеткенде таң намазын 2 рағат сүннетін оқып бітеді сонымен. Сөйтіп отырады сөйтіп ше. Әлі таң намазының парызы мысалы 6:40-да оқиды. Ол отырады. Просто әшейін отырады. Осы жерде қаза оқуға бола ма? Болады, неге болмасқа. Кейін парыз оқып болдың, таң намазын парыз. Енді әлі күн шығуға тағы жарты сағат бар. Сен әлі тағы 20 минут примерно, немесе 25 минут, немесе 20 минут дейікші жарайды. Қаза оқуға бола ма? Болады. Не болып? Мен былайша айтқанда неде енді кішігірім ертерек құтылам дегенге мысалға таң намазында неде баратындар, мысалы 5-інде де сондай. Асырда да мысалға, иә. Асыр намазын оқып болғаннан кейін шамға дейін отырамын дейтіндер бар мысалы мешітте. Иә, мысалға. Демек ол күн батуға бір 15-20 минут қалғанға дейін қазан оқи беріп болды. Асырды оқып болса да. Бізде жаңағыдай ғой. Таң намазынан кейін намаз оқуға болмайды, асырдан кейін намаз оқуға болмайды деген түсінік бар да. Бірақ бұл нәпілге қатысты екені айтылмаған ба білмеймін енді. Бізде комментарийде жазып жатады ғой, бұрынғы имамдар айтпаған деп. Білмеймін енді, ол бұрынғы имамдарға мен жауап бермеймін. Бірақ та фиқ кітаптарында қаза оқуға болады дейді осы уақыттарда, қысқасы. Нәпіл болмайды бірақ. Нәпіл болмайды бірақ. Сен бір фихи бір үкім айтасың да, шығады бір рилс шығарады, бір несі сұрақ жауапқа шығарасың да, ұстаз бұны бірінші рет естіп тұрмын мен дейді. Басқа ұстаз бұны айтпаған ғой дейді. Немесе бір ұстаз жібереді, мына ұстаз былай деп айтқан еді деп. Айналайын-ау, біріншіден сен естімеген нәрсе ол дінде жоқ деген нәрсе емес. Сен бірінші өзің дәреттің парыздарын дұрыс білмей жүрсің, намаздың қашан бұзылып, қашан бұзылмайтындығын білмей жүрген адамсың да. Сөйтіп келесің да, мен бұны естіген жоқпын деп кәдімгідей неғып тұрасың. Таңырқау бір бөлек та, қабылдағысы сенің өтірік айтып тұрсың деген секілді айтқысы келеді. Жоқ, айналайын, сен ұстаздан естімеген немесе оқымаған нәрсең ол дінде жоқ деген нәрсе емес. Ұстаз әдемі айтып отыр мысалы үшін. Мешіт ақысын оқығаннан қарағанда, оны сен бірінші ертең қабірге барған кезде неден сұра аласың? 5 уақыт намаздан сұра аласың деген. Парыздардан сұра. Бізде мынандай түсінік бар. Мына Ерсін ұстазымыздың анау бір неге қатысты не шықты, естіген болсаңыз, қаза намаздар өтеу мәселесінде, бұрынғы намаз өтеу мәселесінде, намаз бастамай жүрген кезде, оқымай жүрген кезде намаздарды оқымақ қойса болады, Ерсін ұстаз осылай айтты деп бір жамағаттар айтады да, пікірге жазады деген секілді. Ерсін ұстаздың бір мен көріп қалдым рилсын, ол кісі былай деп айтқан да, атеизм кезінде бар ғой. Кеңестік дәуірде. Кеңестік кезінде, кеңестік үкіметтің қылышынан қан тамып тұрған кезде, өзі ата бабам намаз тығылып әрең оқыды ол кезде. Тығылып қашып намаз оқығандығы үшін қаншасы атылды, қаншасы жаңағыдай жазаға тартылды деген секілді да. Сондай кезге қатысты айтты деп ойлаймын да ол кісі, өйткені сөзінің контекст солай. Иә, дұрыс, оны біз де келісеміз ол нәрсеге. Неге? Өйткені ол кезде сен дінді оқып үйрену мүмкіншілігі жоқ ол кезде. Сол кездегі намаздардың қазасын өтемеуге болады. Сондай уәжіп бар, яғни сондай бір не бар. Алып қалуға бір көзқарас дейміз ба, бір пікір бар. Енді ал егемендік еліміз алғаннан кейін, тәуелсіздігіміз алғаннан кейін, тәй басып 30 жылдан асты енді келе жатырмыз. Дін шоғырланған жерде біз туылдық. Сөйтіп өмір сүріп жатырмыз. Мешіттеріміз ашық, дінді сен оқып үйрене аласың деген секілді да. Бұндай жерде туылып өскен адамға үзір емес, намаздың парыз екендігін білмей жүруі 10 жылдап болсын. Мысалы үшін 2001-де дүниеге келген адам 2020-да намаз бастады мысалы. Байлық 15 жасында толды дейік та мысалы. 19-ында бастады. Арадағы жылдарда қалып мысалы үшін, байлыққа толған кезде намаз бастаған жоқ, одан кейін өтіп бастады дейік былай мысалы үшін, мысал ретінде. Арада 3 жылдық, 4 жылдық намаз бар мысалы. Бұның қазасын өтейсің бе сен? Өтейсің. Неге? Өйткені сен дінді оқып үйрене алатын жерде туылдың, өстің. Ал оны сен үйренбей жүруің, білмей, маған ешкім айтпады деп өзір емес ол. Енді сенің 3 жылдық, 4 жылдық намазың бар деді Уәлихан ұстаз. Сөйтіп келесің да сен нәпіл намаз оқып жүр. Айналайын, сен бірінші неден сұра аласың? Парыздан сұра аласың. Намазың түгел болмаса, ертең қиын ары қарай сен қабірден ары қарай дұрыс істеуің, сират көпірден өту деген мәселелер қиын уже.
Оны біз мынандай мәселе да кім? Бағдәулет па атын кім еді? Бағдәулет. Мынандай мәселе да, біздің ақыретке деген иманымыздың әлсіздігі соншалық бар ғой. Мына нәрсе харам десең, Субханалла. бүйтіп отыра береді. Мына нәрсе мәкрух десең, отыра береді. Парызын сұрап алсаң отыра береді. Неге? Өйткені біз өзге қауымнан, өзге дін өкілдерінен ерекшелігімізде де ғайыпқа иман келтіруімізден да. Саған мына нәрсе харам дедім ба? Болды, ол харам болады. Оны тыю керексің сен нәрсе. Мына нәрсені орындама дедім, орындамау керек, тыю керек. Сұрап аласың ба? Сұрап аласың сөзсіз ол нәрседен. Енді сен 5-10 жылдық намазың бар да, нәпілді оқып жүрсің. Бірінші сен парыз өте. Біреулер жүр. Рамазан қанша оразасы бар да. Келіп шәуәлді өтейді, тағысын тағы басқа дүйсенбі, бейсенбі күні оразасын ұстайды деген. Нәпіл қылып. Нәпіл қылып. Дұрыс, нәпілді ұстау керек, орындау керек. Егер де сенің шамаң келсе, қазанмен қосып өтеуге. Шамаң келмей ма? Өзің өз өтірқандай дәңгәсасың да өзің, өтірқандай. Онда не істе? Жалқаусың ба, не істе? Парыздармен парызды өте. толтыру керек. Нәпілдің орнына. Мешіт ақысының орнына нені өте? Қазан. Қазан өте, мойнынан парыз түседі. Бірақ оқыған кезде мешіт ақысын оқимын деп не етпе, қаза деп не етеді. Енді осы жерде де анау бір мәселені тоқталып кете салайық. Бір нелер айтады да, нәпіл хадисте келген ғой дейді да. Жаңағы бірінші намаздан сұраласын, парыздар түгел болмаса нәпіл бар ма деп сұрайды. Кейін сол жаңа жауап кетеді деген сияқты ше. Нәпіл қазанның орнына жүре ма деген. Нәпіл қазанның орнына жүреді екен ғой значит деп хадистен үкім алып жаңағындай о жарықтық. Субханалла. Бұл жерде бұл хадистің түсіндірмесінде ғалымдарымыз жаңағындай намазда бәрі біз қателесеміз ғой. Намазда тұрып базарға кетіп қаласың. Намазда тұрып о жарықтық бір әлемді бір аралап шығасың. Намазда тұрып Инстаграмға бір кіріп шығасың деген сияқты. Осындай бұлардың орнын не жабады? Нәпіл жабады. Субханалла. Кемшіліктерді демек. Ол андай емес та, кәдімгі парыздың орнын нәпіл былай андай. Қалай айтсам екен, орын былай жабу емес. Бұл жерде арасында кеткен қателіктер, ішінде кеткен нұқсандар бар ғой. Соны жаңағындай. Солардың орнын толтыру. Соның орнын толтыру. Субханалла. Енді осындай сұрақ келуі мүмкін адамға. Қателіктер. Соңына дейін нүктесін қойып тастайық деп жатқаным ғой жаңағыдай. Күнделікті біздің бекіткен сүннеттер бар ғой. Демек соның да орнына қаза өтейміз ба деген сұрақ қоюы мүмкін да. Онда қаза өтілмейді. Ол оқылу керек, бекітілген сүннет. Оларды оқып жүре береді.